Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге дәл қазіргі таңдағы хит болып жатқан карамельді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 72% шедраэлита майы, қамыр қопсытқыш және ұн қажет болады. Қамыр қопсытқыш, яғни ол бізде разрыхитель. Ұн мен сары майды бір-бірімен жақсылап тұрып араластырып крошка дайындаймыз. Бізде май бөлме температурасында тұрғаны жақсы. Осындай әп-әдемі бізде крошка дайын болады. Енді осы крошкамыздың үстіне разрыхителімізді қосамыз. 10 грамм немесе 1 шай ас қасық қоссаңыздар да жеткілікті. Енді екеуін жақсылап тұрып араластырасыздар. Одан кейін біз сұйықтығымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сұйық май керек болады, қаймақ керек болады, 20%-ық. Бір жұмыртқаның сары уызы қажет болады және қант қажет болады. Сұйық майға қаймағымызды қосамыз, содан соң қантымызды қосамыз, одан кейін жұмыртқаның сары уызын қосамыз да екеуін барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Шанышқының көмегімен толықтай барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Бұл бізде сұйықтығымыз, яғни қазір ұн мен крошкамызға құйып жақсылап тұрып қамыр жасайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Осылай барлығы бір қалыпты араласуы керек. Шамамен бір 5 минуттай толық араластырып алыңыздар. Осындай әп-әдемі сұйықтығымыз пайда болады. Дайындап қойған біздің крошкамызды алып, үстіне сұйықтығымызды құямыз да жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бастапқыда қамыр жабыспай тұрады, қыздар. Жұмсақ, былжырақ қамыр сияқты болып көрінеді, бірақ ұнмен жақсылап тұрып араластырсаңыздар қолдарыңызбен, қамыр өзі жиналып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленіп шығатын болады. Бұл қамырды біздің начинкамыз дайын болғанша пищевая пленкаға немесе өзіңізге ыңғайлы пакетке немесе бетін жауып морозильникке салып қоясыздар. Біздің начинкамыз дайын болғанша морозильникте тұратын болады. Ал енді біз қазір осы қамырымыздың начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге, яғни салмасына варенье сгущенка қажет болады. Бұда бізде сапалы түрін алыңыздар. Мен описание бөліміне атауларын жазып кетемін. Және сливкидің 33%-ын пайдаланыңыздар. Одан төмені болмайды, қыздар. 28, 12, 8 деген сияқты. Сливки міндетті түрде 33% болғаны жақсы. Мен дәл осы түрін пайдаландым. Ал енді үлкенде отысымызға варенье сгущенкамызды толықтай бір банкасын пайдаланамыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Негізі осы кезде варенье сгущенка мен жұмыртқаны араластырып алғандарыңыз дұрыс. Мен бірге араластырдым. Бірге де араластыруға болады, бірақ ұзақ уақыт алады. Тез араластыру үшін варенье сгущенка мен жұмыртқаны бірінші араластырып аласыздар да, содан соң сливки құясыздар. Толықтай араластыратын болсаңыздар, кішкене көптеу араластырасыздар. Қолмен осындай сұйық әдемі масса болу керек, бір қалыпты. Және біздің морозильникте тұрған қамырымызды аламыз да, кез келген өзіңізге ыңғайлы формаға орналастырасыз. Толықтай бортиктарын барлығын шығарып, жақсылап тұрып орналастырып шыққаннан кейін сұйықтығымызды құйып, алдын ала қызып тұрған пешке 150 немесе 180 градусқа қойып, 35-40 минут көлемінде піседі. Піскеннен кейін қыздар суытып қоясыздар. Және де бортиктарының шетін кішкене басыңқырап, салмамен бірдей қылуға болады. Кішкене қамыр алып қалыңыздар да морозильникке салып қойып, қатқаннан кейін теркадан бетіне өткізіңіздер. Немесе әсемдеп гүл сияқты форма беріп жапсаңыздар да болады. Енді оның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне 35-40 минутта толықтай пісіп шығады. Формадан өте оңай алынады, қыздар. Және де қазір мен сіздерге кесіп те көрсетемін. Өзінің начинкасын толықтай ұстайды, қыздар. Көрсетер ме? Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.